Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Оқушылар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қыран қазақ деректі әңгіме. Бүгін біз сабақта қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізесіздер, ерекшеліктерді байқайсыздар. Және де жазба жұмыстарында талғаулы, кезектес, салалас құрмалас сөйлемдермен сөйлем құрастырасыздар. Келесі, бүгінгі өтетін біздің жаңа сөздер. Жаңа сөздерді мұқият тыңдап, есте сақтап алыңыздар. Осы жаңа сөздермен сабақ бойы біз жұмыс жасайтын боламыз. Шабуыл, соғыста жауға қарсы ұйымдастырылатын қимыл әрекет. Дару, жақсы қасиеттің адам бойынан ерекше орын алуы. Құпия, жасырын, сыр. Екі мәрте, екі рет, іссіз, елеусіз, атаусыз деген мағынаны білдіреді екен. Осы сөздерді есте сақтап алыңыздар. Келесі тапсырма оқушылар. Өткен сабақта біз сіздермен Нұртөре Жүсіп ақын туралы, жазушы туралы өтетін болатынбыз. Сол осы кісіге сіздерге шолу жасап өтейін. Бірінші, Нұртөре Жүсіп қайда дүниеге келген? Қайда дүниеге келген? Айта қойшы. Нұртөре Жүсіп 1962 жылы 29 сәуірде Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келген. Жақсы, отыра қойыңыздар. Нұртөре Жүсіптің қандай еңбектері бар екен? Қандай еңбек айта қойшы? Нұртөре Жүсіп еңбектері қазақтың қызы, елес пен белес, 500-ге жуық айтулы мақаланың авторы. Жақсы. Нұртөре Жүсіп тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров туралы қандай мақала жазды? Кім айта қойшы? Нұртөре Жүсіп тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров туралы Қыран қазақ мақаласын жазды. Қыран қазақ мақаласын жазды. Өте дұрыс, жақсы дайындалып келгенсіздер. Келесі. Балалар, келесі тапсырма. Берілген бізге бейне жазба бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Осы тапсырманы орындау үшін қазір сіздер бірінші тыңдап алыңыздар. Кім туралы айтылады? Бигелдинов жауға жағасын ұстатпас батыр болғанымен өмірде ақ көңіл, бала мінезді. 1922 жылдың тамызында Сарыарқаның төсінде дүниеге келген жас Талғаттың бұл қасиеті әжесінің тәрбиесін көріп өскені болар. Көпке құмар бала Бішкектегі авиамектебіне түсіп, О-2, кейін Ил-2 шабуылдаушы ұшағының қыр-сырын жетік меңгереді. Алған білімінің арқасында қан майданда ол өзінің жақын досына айналған Илюшасымен 305 рет жауға қарсы шабуыл жасап, аспанда 500 сағат қалықтайды. Фашистер Талғат атамыз мінген ұшақты тіпті қара ажал деп атап кеткен. Берлинді алуға бірінші болып қатысқанда Талғат Бигелдинов еді. Осындай батыл мінезі үшін ол бар жоғы 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыр атанды. Жау қолынан түсіп талай жарақат алғанымен соғыстан аман-есен оралған батыр соғыстан кейінгі жылдары азаматтық авиацияның дамуына барынша үлес қосты. Халқымыздың бас ұшқышы, бас қыраны Талғат Бигелдиновтың тікелей қатысуымен ауыр ұшақтарға арналған Алматы аэродромының ондағы ұшатын және қонатын жолтаңбаның құрылысы қолға алынып, Алматы-Мәскеу рейсі жүзеге асты. Еліміздегі бірнеше ірі қалаларда ұшу-қону аэродромдарының бой көтеруіне сеп болған азамат Алматыдағы Республика сарайы мен Лисаков кен байыту комбинатысында ірі жобалардың құрылысына атсалысты. Жүріп өткен жолы үлгі мен өнегеге толы батырдың көзі кеткенімен, артында аңыз болып айтылар ерлігі қалды. Жақсы. Тыңдадыңыздар, иә? Кім туралы айтылған? Талғат Бигелдинов туралы бұл видеода айтылған. Талғат Бигелдинов туралы айтылған, иә? Талғат Бигелдинов неше рет жауға қарсы шабуыл жасайды? Айта қойшы. Талғат Бигелдинов 305 рет жауға қарсы шабуыл жасады, дұрыс. Келесі сұрақ. Фашист Талғат Бигелдинов мінген ұшақты қалай
Россия Талғат Бегелдинов мінген ұлақты Қаражал атаған. Қаражал деп атаған, иә? Мінген ұшақты Қаражал деп атаған. Өте дұрыс. Ол неше жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыры атағын алды? Айта қойшы. 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыры атағын алды. 2 мәрте атағын алды. Дұрыс. Енді сіздерге түсінікті ме, балалар? Осы бейне жазбал бойынша, иә? Біз бүгін Талғат Бегелдинов туралы тыңдадыңыздар. Келесі, балалар, келесі тапсырма сіздерге қазір әдеттегінде бізде 3 топ бар. 3 топтың өзі спикер қазір бағалау парағымен сіздерге тапсырма береді, мәтін береді. Сол мәтінді сіздер оқисыздар. Бағалау парағын берем, бағалау парағын бергенде сабақтың басынан аяғына дейін сіздер есеп отырасыздар. Бағалап отырасыздар, иә? Мәні тапсырманы оқисыздар. Мынау мәтінді топ болып оқыңыздар, топпен оқыңыздар. Мәтінге қатысты сіздерге топ бөліп оқыңыздар. Мәтінге қатысты сіздерге тапсырма беріледі. Тапсырма беріледі. Сөз сіздерге сөз тіркестерді мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. Сіздердің тапсырмаларыңыз. Осы тапсырманы орындайсыздар. Орындайға бастай беріңіздер. Келесі тапсырма. Мәтін бойынша ғарышкер, ұшқыш пен сынақшы ұшақтың айырмашылығы мен ұқсастықтарын жазыңыз. Сіздерді бұл тапсырмада Вен диаграммасына түсіресіздер. Жасыма? Вен диаграммасына түсіресіздер. Келесі тапсырма бізде үзіндінің мағынасын өз сөзіңмен жазыңыз. Мағынасын өз сөздеріңізбен жазасыздар. Түсінікті ме? Тақырып? Работаем вместе. Мағынасын жазамыз. Сіздерге жазыңыздар. Үзіндіні жазасыздар. Бір сөйлеңіз. Болдыңыздар ма? Сіз болдыңыздар ма? Жақсы, оқу қой. Бұл тапсырмада өзіңдің мағынасын өз сөзбен жазыңыз деп айтады. Үзінді ол ғарышкерлердің алдында, халық алдында жүретін топ, ал сынақшылар құпия өмір сүреді. Сынақшы мен ұшқыштың ара жібін ажыратып алу керек. Мәселе олардың қызмет сынақшылығында, құпиялығында да емес, бар мәселе олардың жүрегінде. Ең алдымен жүрек керек жүрек. Ал мағынасы ғарышкерлер мен сынақшы ұшқыштардың ортақ күні мәселесі жүректе екен айтылады. Жүректе екен айтылады. Жақсы, ұлдана. Келесі топ қайсы? Сіздерге дейгі тапсырманы қош, не істеу керек? Тапсырмада бойынша ғарышкер ұшқын пен суының ұшқаштың айырмашылығы мен ұқсастық жазыңыз. Ұқсастығын жазыңыз. Айырмашылығы мен ұқсастығын жазу керек, е? Ғарышкер ұшқын жауыр алдына жүреді. Екінші жүрек батырлық, үшінші сынақшы ұшқын құпия өмір сүреді. Ұшқыштар құпия өмір сүреді. Жақсы, бағалап отырамыз. Яс, топты бағалап отырамыз ұлдана. Бағалау парағына жазып отырыңыздар. Келесі сіздер. Сөз тіркестерді мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. Сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіру, иә? Жүрек жұтқан батыр ержүрек. Келесі оқысын, әрі қарай оқысын. Дұрыс, әрі қарай. Келесі оқы.